Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Мына ворота, біздердің ептеп отырған воротамыз, дарвазамыз. Бұл айдан анық пландастырылған. Үш терезе жанып тұр, біздер ояумыз, айқайлап жатырмыз, кім бол, кетіңдер, кетіңдер деп айқайлап жатырмыз, иә. Бұл анық пландастырылған. Себебі біздер ояу екенімізді біледі. Бұл инстаграмнан мені сырттай көріп біліп жүргендер анық. Қоңсы қолба барлық жұрт ұйықталсын, өздері ояу болса да қорық деп біздер себеп айқайлағанымызға қарамай бұл күшейді, мүмкін емес. Мына көз бәрі анып тастаған әлдері мына құлыпқа тие алмады. Бұл құлыпқа тиемін деген жерден біздер айқайлап милиция шақырамыз деп милиция шақырып, мына жақтан қоңсы бала шығып, сіңлім күйеу баламенен сіңлім келіп, күйеуімен бірге айқайлап, сөйтіп әйтеуір тым тырыс, бірақ жер жұтып кеткендей бірден дауыл болып, бірден тым тырыс тып тыныш болып қалды. Бұл анық сілтеу факті болып тұр. Жаман дарваза болса да қазірше осы біздерге пана болып тұрған дарваза, сымдарға дейін қопарып тастаған, сым деген қопарып үсті асты аңқайып жатыр, бірақ мына құлыпқа тиетін дәрежеге жеткізбеді. Себебі біз айқайлап жатырмыз, мүмкін емес дауыспенен милиция шақырып жатырмыз. Милиция келген кездері сразу жер жұтып жіберді ме, жын ба, шайтан ба, білмеймін, жоқ болып кетті. Еш жерден таба алмай қалдық. Бұл анық мені зерттеп, анық пландастырып, ойластырылған факт болып тұрды. Қорқыту факті, егер ұры болғанда бұл ондай дәреже болмайды. Іштен ұрлық ұрлаймын, ақша бар, дүние бар, анау бар, мынау бар дегенде бұл бұндай факт болмайды. Тек қана қорқыту, жүректерін жарып қою болып тұрды. Бірақ мен инстаграмда жүргізуді қоймаймын, арзан төгуді де қоймаймын. Соны естіп жақсылап біліп алыңыздар. Егер де екінші рет пландастырып тынышталсын, ізін суытсын десеңіздер, обязательно ұсталасыз. Алдыңғы историяларда 1 минутқа сыймаған екен, айтылмаған екен. Мына төбедегі сымдардың барлығы алынып қалған, аңқайып тұрыпты. Мына кружоктары барлығы алынған, мына ағаштар мінекей свежий сындырған, майда шүйде сындырған, мына жерлер шашылып жатыр. Ар жақтан тіреп тұрған тастарымыз да шашылып жатыр. Мынау аңқайып жатыр, үсті асты амболный аңқайып жатыр. Біздер айқайлағанымызға қарамастан айқайлаған сайын күшейтіп жатыр. Мүмкін емес, түнгі дауыс енді қатты естіледі. Мына жақтан клубқа жеткізбек, себебі ол кездері милиция келіп қалды. Мына жақтан біздер шықтық, и сразу жын шайтандай болып, жер жұтқандай болып, жоқ болып, тым тыныш болып қалды. Мына жерде ашқан кезде, милиция келіп ашқан кездері кілең жас балдардың кроссовкілері быжыр болып, кроссовкілердің іздері қалған екен. Бұл анық, айдан анық қорқыту факті, бірақ мен қорықпаймын. Одан сайын тыныштық қорғауымды